Қараңыздар, Қытайдағы халал магазинге келдік. Рамазанға мықты дайындап, осындай өздері істеп қойған екен. Бағаларын қазір сіздерге примерно айтып көрейін. Қатты қымбат емес, негізі біздің Алматыдағы, Астанадағы бағаларға ұқсайды. Еще музыка қойып қойған, осындай Махир Заянның музыкасын қойып қойған ғой. Орысша, бізде кейбір орысша продуктілер де бар. Қараңыздар, Қытайда 15 юань тұрады. 15 юаньды 65-ке көбейтесіздер, сол кезде Қазақстан баға шығады. Кейбір заттар шынымен де қымбат. Біз қазір продукт алуға келдік. Көп нәрсе түсініксіз. Көпсін жей бергім келмейді, себебі ішінде тәттілігі жағынан басқаша, дәмдері басқаша. Чипсінің дәмі жоқ қой. Наннан тек қана осындай нан жейміз. Білетін нан осы ғана, себебі